Ас болсын. Ат болсын. Иә. Мен қызыммен, Ақерке әкесімен. Қайырлы кеш. Иә. Астарыңыз дәмді болсын. Талдықорғандықтар сіздерге келуге 2-3 күн қалды. Екінші концерт сұраған екенсіздер, аштық. Бірі екісі Талдықорғанда концерт. Судың сұрау өтіп кетіпті деп жігіттер. Канализация. Жөндетіп жатырмыз енді, жаңасын салдыртып жатырмыз. 5 жылда бір ауыстыру керек екен. Ішіне түсіп көрдім жаңа. Бұны да біліп алайықшы құрсын деп. Мынау канализацияның тесігі екен. Анау да канализация. Мына жерде жаңа не тұрады екен? Судың меркасы. Қыдай, точно еркек болып бітті уже. Allah razı olsun Akıl Bu yakta jigitler sizge anardan келдім. Bir su var. Қабылаңыз деді ақыр. Ауыр көріктер. Құрметті, ниетті, жүректі қабылайық. Аспаным Гүлжазира Гүлістандай. Дауысы сыңғырлаған хрустальдай. Арнайы аягөзден келген кезде ақ білек кедерме бір ұсталмай. Келенге ұстап бермесі болса деді. Әне, аягөздің жігіттердің аты. Алаға соқпа, қыршақ көпсен. Аягөздің жігіттері. Так қазір айтам, қай күн аягөзде болам? 5 күні аягөзде болам, концертке келіңіз. 5 мамыр. Қайырлы күн. Қызылордалықтар сырелі жырелі келіп қалдық. Көп рахмет. Мәдениет басқармасы мінекей. Индира Елубаева қонақ үйден қарсы алып жатыр. Кешке кездескенше. Ал біз түнде отельге жетіп алдық. Демалып. Енді кеттік. Бұйыртса клиникаға. Біз бүгін бұйыртса жолға шығамыз кешке. Біз бүгін бұйыртса жолға шығамыз кешке. Жақсылап моншаға демалып бұйыртса. Өзіміз жақсы көретін саунаның бірі. Кедрға келдік. Парақшасын беріп қоямын, күшті мына жерде. Парда отырып, сосын кейін пардың ішінен осы сумен жүзіп шыға саласыз. Пардың ішінен басталады су, бассейн. Күшті, таза ауада, ашық аспанында керемет. Нұрекемен келдім. Жақсы демалыс болып тұр. Бұйыртса ертеменде операция дайындық. Дәл осы сахнаны көліктің ішінде Нұрекеңмен, конечно, Нұрекен я не завидую, потому что ноги атышын. Максимум. Жоқ жатқан тұрмыз. Бүйтіп отырма. Есептік мәші шығарсаңыздар. Сценарий сөйтіп жазам ендігі. Оператор. Супер, ыңғайлы отырып алды. Шакенто. Баха. Мына қабыр қарасаңыз. Көңілі толмайын. Су береді, қыздар жоқ па дейді. Біраз километр келді. И едем на базу. Ағам
Белогушка, апам, как всегда, в телефоне. Қайырлы күн баршаңызға, қайырлы күні Шымқала. Ертерек босап съемкадан. Шымқаладағы Анеля Кудайкулова келді. Мә, досыңыздың әнін деген Хитқы жердің ғой мен. бақыртып қойып келе жатсың. Қалайсың жан? Сәлем деп амандасып ұмытып кеттім, просто сразу контент түсіріп жатқаным ғой. Апам негізі осыдан 3 сағат бұрын келу керек болған. Причину назвать не можем. Айтам сәлден кейін неге екен. Бірақ дұрыстап мені қыдыртып тамақ алып берсең айтпаймын. Айтпаймын дейсің. Кет, қайда барамыз? Айтпаймыз камераға. Құрсын сен самайтын шығарсың бұны. Кеттік біз. Шымқаланың дендропарк. Таза ауа. Қатарымызға Жәмила қосылдық. Сәлем, қалайсың? Таза ауа және оның жұту жолдары. Сен жұту жолын айтып, сен келу жолын айтсайшы. Келу жол өте қиын екен. Емес сенбеңіздер. Жәмила Алматының саябағын айтып келіп жатса, аузын толтырып, мен Астанамның саябағын айтып келе жатсам, бұл өзің Шымкенттің Мақтап. саябағын ақтап жатыр, ақтап жатыр ғой. Ондай емес, ол ондай емес. Неге мусор жатырсың? Бүгін Негізі просто ондай сондай емес. болып қалған. Бүгін демалыс деп ақтап келе жатыр. Анеля, мынау не енді? Шымкент әкімшілігі қайда қарап отыр? Анеля әкім үстінен қарайтындай еттің ғой. Негізі күшті парк. Иә. Саябақ өте тамаша. Тек қана осыны таза ұстаса, ұқыпты ұстаса, вандализм болмаса деген ниет. Өйткені қоса. бұл барлығы адамдар үшін, яғни біз үшін, сол үшін де әрбір затқа ұқыпты қарайық деген ниет. Иә? Иә. Бірақ соны түзесеңіздер дұрыс болушы еді. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбековқа бізден өтініш. А давайте без улыбок, просто.